Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының төл тарихы сонау 1898 жылда қоғамдық кітапхана болып ашылғаннан басталады. Алғаш кітапхананың қорында 460 дана кітап, 4 газет, 10 журнал ғана болған еді. Қазірде жамбылдықтардың сүйікті орнына айналған кітапхананың кітап қоры 254 мыңнан асады. 2021 жыл кітапхана үшін өте жемісті жыл болды деп айта аламыз. Биылғы 2022 жылда алдарымызға кітапханашылардың алдына қойған үлкен мақсаттары бар. Көптеген ірі іс-шараларды жоспарлап отырмыз. Енді жалпы біздің кітапхананың оқырманына келетін болсақ, кітапхана бойынша 12 мың оқырманды қамтиды. Бұл 12 мың оқырманның ішіндегі 70% бұл жастар. Мен осы Шоқан Уәлиханов атындағы кітапханаға жиі келіп тұрам, осындағы тұрақты оқырманы боламын. Өзім медицина мамандығын оқып жүргеннен кейін, осында интернеттен таппаған нәрселерімді көбіне іздеп, осы жерден табам. Көбіне уақыт болып жатса, достарыма тек телефонда ғана отырмай, осында келіп кітап оқуға кеңес беріп отырамын. Шоқан Уәлиханов кітапханасында біз кітаптар оқи аламыз, және де өзіміздің достарымызбенен күнде келіп, пікірсайысқа, басқа да ұйымдармен бірге отырып, өзіміздің жаңа ойымызды талқылап, осы уақытымызды осы жерде өткіземіз. Мен осы Шоқан Уәлиханов кітапханасының тұрақты оқырманы боламын. Мен бұл жерден іздеген кітаптарының барлығын табам.